2030 жылға шекемгі тұраклы рауажлану тарауындағы күн тәртібі орынлануында педагогтың рөлі атамасындағы тренинг. Бұл тренингтің мақсаты педагогларды бұл вазифалар хақында таныстырып қоймастан, оларды тұраклы рауажлану мақсаты, мазмұн һәм вазифаларына сәйкес болған тәрбиялық ағартушылық, әдеп икрамлық жұмыстарды har taraflama үйрету болып есептеледі. 2015 жылы Бірлескен Мемлекеттер Шөлкөмінің тұраклы рауажлану күн тәртібі қабыл етілді. Соның ішінде бұл қамбағалдықты сапластыру, қоршаған орталықты қорғау, барлық инсандар үшін тыныштық, абаданлық тұрмысты кешіруді тәмінлеу бойынша бұндай мақсатлар алдыға қойылды. Бұнда 17 мақсат тұраклы рауажлану мақсаты қамтып алынған болып, олар денсаулықты сақлау, білімлендіру, экологиялық тұрақтылық, теңдік, һәм экономикалық өсу, һәм шеріклік сияқты вазифаларды өз ішіне қамтып алған. Бұл мәселелерді әмелге асыруда педагог оқытушылардың рөлі үлкен болады. Себебі педагоглар жас әулетпенен бірге іслесіп, оларды жаңа тұраклы рауажлану қадыриятларына лайық тәрбиелау оларға жүкленген деп айтсаған болады. Өзбекстанда бұндай рауажлануларға экономикалық, социалдық қорғау, қоршаған орталықты абайлап асырауғытай қала берсе, білімлендіру сиясатында, білімлендіру системасында үлкен реформалар ізбе-із әмелге асырылмақта. Бұл біріншіден тұраклы рауажланудың 4-ші мақсаты кең көлемлі, сапалы, адалатлы білімлендіру болып есептеледі. Бұл біздің Өзбекстанымызда үлкен ахметке ие. Кейінгі жылдары 21-ші әсірдің компетенцияларын рауажландыруға бағдарланған жаңа білімлендіру стандартлары енгізілмекте. Заманауи мектеп, білімлендіру мекемелерде, соның ішінде президент һәм дөретушілік мектептері шөлкөмлестірілмекте. Білімлендіруді санластыру, мұғалімдердің білімлерін жетілдіру һәм инклюзив білімлерді рауажландыруға айрықша ітібар қаратылмақта. Бұл тренингте мақсат тек мұғалімдерді бұл вазифалармен таныстырып қоймастан, har bir мұғалімнің осы тарау бойынша бірге іслесуін тәмінлеуден ібарат болады. Диққатларыңыз үшін рахмет. Конференция қатынасушыларына, баянатшыларымызға рахмет тілеп қаламын. Қарақастан Республикасы спорт министрлігі атынан сіздердің бүгінгі конференцияңызға табыстылық тілеп қаламын. Aholining salomatligini saqlash, rivojlanib kelayotgan yosh avlodning sog'lom turmush tarzini yaxshilash hamda uning nazariy asoslarini tadqiq qilish dunyo miqyosidagi dolzarb masalalarning biri hisoblanadi. У меня вопрос. Как вы знаете, зимой в Российской Федерации в городе Казани проводились игры будущего по фиджитал спорту.
Туда приезжали очень многие президенты, в том числе и наш президент. Тоғызқұмалақ ойыны біздің ата-бабаларымыз ойнап ұмытылып кеткен да, бірақ айырым уақыттар қолға алынып, бірақ давамшылар болмай қалып кеткен.